Үйде ұн таусылып қалды. Алып келші магазинне. Не үшін? Ана шалдан сұрай салай. Өзің алып келуге жарайды. Қазір алып келем. Ей, шал, маған ұн бересің ба? Жоқ, кет ары. Бұл менің үйім, және де менде ұн жоқ. Кет ары. Түсіндің бе? Мен үйім жинайым. Қандай жаман болып кеткен. Қазақша прикол, стикмен. Лайк басыңыздар. Жетінші эпизод өз-өзіңді өртіп. Жақсы болды. Қазақша прикол, стикмен. Енді жақсы. Қаша қой шегіткем. Қандай күшті. Тоқтаңдар, сендер қайда бара жатсыңдар, Біз енді сенімен дос емеспіз. Иә. Қалай дос емессіңдер? Сен маған кеше ұн берген жоқсың, иә. Қалай, достар, сәлем, достар. Мен ашты тамақ пісіру үшін. Не болды саған? Енді біз сенімен дос емеспіз. Кеттік па? Сау бол, шал. Жақсы болды. Достарымнан айырылып қалдым. Бәрі кеше жақсы болып еді. Ал енді қазір. Қараңдар, балық аулап жатырмыз. Енді бәрі жақсы болады. Қараңдар, мен жеңіп кеттім. Енді достарым жоқ менің. Қане. Мен енді пайдасызбын. 12-ші күн. 19-ші күн. Сәлем. Кітап оқиға. Достар, жақсы болды. Басым-ай. Менде бір ой бар. Досыңды үйренші отса, не? Енді итті қою керек болды. Сақалымды тарап алайын. Енді бәрі жақсы болады. Ешкім жоқ қой. Қане, тұр. Сәлем достарым, қалайсыңдар? Мені кешіріңдер, жүріңдер, мен сендерге тамақ берейін. Жоқ, біз енді сенімен дос емеспіз, түсіндің ба? Енді үйіне кел. Мен сендерге бір подарок жасайын деп білем. Қандай подарок ол? Біздің енді жаңа шайтан деген досымыз бар. Бірақ менше